Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Бүгінгі біздің тақырыбымыз салық және салықтың түсінігі. Яғни сіздерге мен презентация арқылы салықтың негізгі түсінігін, салық дегеніміз не, ол күнделікті өмірде қалай қолданылады, сол туралы қысқаша түсіндіріп өтемін. Салық дегеніміз, яғни мемлекеттік бюджетке заңды және жеке тұлғалардан белгілі бір мөлшерде түсетін міндетті ақшалай төлемдер. Мында салық жүйесі белгіленген. Салық жүйесі бұл органдар жиынтығы, алымдар мен төлемдердің жиынтығы, қағида, әдіс тәсілдердің жиынтығы, институттық инфрақұрылым, нормативтік құқықтық актілердің жиынтығы. Яғни осы бесеуі салықтың жүйесін құрайды. Салық жүйесі, яғни бюджеттен тыс қорларды қаржыландыру үшін қолданылатын салықтардың алым мен төлемдердің жиынтығы. Салықтарды белгілеу, өзгерту, күшін жою, оларды төлету шараларын қолдану, салықтық бақылауды жүзеге асыру, салық заңнамасын бұзған үшін жауапқа тарту және жауапкершілік шараларын қолдану қағидаларының әдістері мен тәсілдерінің жиынтығы. Яғни бұның бәрі салық жүйесін құрайды. Келесі, яғни салықтың мазмұны. Салық, яғни баламасы сипатта болады, мәжбүрлі сипатта болады, белгілі бір ақша сомасы, құқықтық нысанда жүзеге асырады. Бұл мемлекеттің табысы, мемлекетке тиесілі қоғамдық жиынтық өнімді бөледі, қайтарылмайтын төлем болып табылады, тұрақты экономикалық қатынасты туғызады, міндетті ақшалай төлем, сонымен қатар экономикалық құбылыстарды ғылыми тұрғыдан танып білу құралы. Келесі, салықтың элементтері, яғни салық субъектілері бұл тұлғалар, яғни жеке тұлғалар. Салық объектісі табыс, салық ставкасы ол яғни салық мөлшері. Салықтың көзі салық салынатын табыс, салық төлеу мерзімі, яғни салық төленетін уақыт, салық жеңілдіктері біртіндеп толықтай босату, яғни салық төлеуден. Келесі, салық төлеу тәртібі, қандай да бір салықтар төлеу керек екенін, яғни төлеу кезінде белгілі бір дәйекті белгілейді. Бұның бәрі салықтың элементін құрайды. Келесі, Қазақстан Республикасының салық жүйесі. Бұл жерде сіздер салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер арқылы кодекске сүйене отырып, әр адам қандай мөлшерде, қандай салықтар төлеу туралы осы кодекске сүйене отырып белгілейді. Яғни бұны өздеріңіз оқып түсініп аласыздар. Келесі, экономикалық тұрғыдан алғанда, салық төлеушілерден мемлекетке қарай белгілі бір мөлшерде, белгілі бір мерзімде және белгіленген тәртіпте бір бағыттағы ақшаның қозғалысы болып саналады. Ал материалдық тұрғыдан алғанда, бұл салық төлеушінің белгілі бір мерзімде және белгіленген тәртіпте мемлекетке берілетін белгілі бір ақша сомасы болып табылады. Құқықтық тұрғыдан қарайтын болсақ, бұл мемлекеттік бекітілім, яғни тұлғалардың мемлекетке белгілі бір ақша сомасын беруін көздейтін міндеттеме. Салық төлеушілердің міндеті қарастырылған, яғни бұл төлеушілердің 5 міндеті көзделген, оны өздеріңіз таныса аласыздар. Құқықтары қарастырылған. Назарларыңызға рахмет.